Мемлекет басшысы мемлекеттің экономикадағы үлесі жоғары болуына назар аударды. Жекешелендіру жоспарын іске асыру аясында қазіргі уақытта сомасы 470 миллиард теңгеге 473 объект сатылды және 280 объект қайта ұйымдастыруға және таратуға жіберілді. Кешенді жоспардың орындалуы 84% құрайды. Ағымдағы жылы жоспар бойынша республикалық коммуналдық меншік пен квазимемлекеттік сектордың 123 объектісін сату міндеті тұр. Іс-шараларды жеделдету мақсатында келесі нәрселер жасалу керек. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жекешелендіру жөніндегі жергілікті объектілерінің жол карталарына тиісті түзетулер енгізу қажет. Жекешелендіру объектілерін сату алдындағы дайындықтың және бағалауды тездету керек. Объектілерді сауда-саттыққа жоспар бойынша шығаруды қамтамасыз ету қажет.